Бес күндік жалған дүниенің басы сайран, аяғы ойран. 2025 жылдың шілде айында театр ұжымы демалысқа шыға салысымен соңымыздан шілденің аптабында жүректі аяздай қарған азалы хабар жеткен еді. Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық академиялық қазақ драма театрының актері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, театрдың тау тұлғасы, киноэкранның көркі болған әйгілі актер Қайрат Кемаловтың үлкен жүрегі мәңгілікке тоқтағалы жыл өтті. Өкінішке толы бір жыл, атқан оқтай, шапқан аттай өте шыққанымен, сахнаның сардарын іздегенін, дарабоздарының орны ойсырап тұрғанын көз көріп, көңіл сезінгенді. Шеберлігі көрерменді соншалықты ризашылыққа бөлейтін қасиеті бар жігіт еді. Қайратымыз сағынышқа айналып отыр. Алланың үстіне амал бар ма? Сағынам. Өте қатты сағынам. Бұл сағыныш еш уақытта да тарамайтын шақыныш. Өзі өтсе де бұл өмірде керемет іздері қалды. Өшпейтіндей істері қалды. Әр өзін жақын тұтқан адамның жүрегінде бір әсер қалдыратын сондай бір тұлға еді ғой. Сағынышы басылмайтын ардақты да асыл ағаларымның бірі осы Қайрат аға. Қайрат аға Кемалов жүрегімізде үлкен бір жақсы бейнесімен қалады ғой деп ойлаймын. Адам орманның арасында жүріп күнәһар болғанша, ағаш орманның арасында таза өскен берекетсің. Қазақтың атыма тобынан да, бүлінген ауасынан да, ішімдікпенен аяқтан шалар ағайынның алауыздығынан да ада, қазақтың тазада, тәкәппар бағын өсірем. Парасат орденінің иегері, Қарағанды қаласының құрметті азаматы Қайрат Кемалов Жазиралы Жаңарқаның Ақтүбек ауылында дүниеге келіп, қазақ өнерінің қайратына, өнердің өрелі-өреліне айналған шақта, еліне бергеннен әлі де берері мол шақта, мәңгілік мекеніне бет түзеп кете барды. 70-тің де желкенің кері білгірмей, өлшеулі ғұмырдың соңғы парағы жабылғаны біздің Қайрат деп қадір тұтқан қалың жұртының қабырғасын қайыстырды. Жазиралы Жаңарқаның оңтүстік батысына қарай сайын даланың бір пұшпағын алып, Бәйеш тауының етегінде жатқан аядай Ақтүбек ауылының өзіндік шежірелі тарихы бар. Небір атақты бей батырлар, ел аузында сақталған шешендер мен көсем тұлғалар, әйгілі қолбасшылар, отауызды орақ тілді ақындар шыққан қасиетті мекен. Кейінде қазақ еліндегі қаншама жазушы, ғалым, ақын, зерттеушілер де осы ауылдың тумалары. 20 ғасырдың орта тұсынан асқан шақта Ақтүбектегі Кемал Сейдімбекұлы ақсақал мен Бәтеш ананың отбасында өмірге келген 3 ұл, 3 қыздың үлкені Мыңбай ән ұстаған. Сал серлік қуған азамат болса, Қайратта Қаршадайынан Сарысудың бойында қой бағып жүріп ақ, 6 қырдан асырып ән салатын өнердің өз ұлан еді. Бауыры жақсы келді де бүгінде алталашты аузына қаратқан әнші. Осы Ақтөбек ауылында небір еңбектің майталмандары да, небір ғалымдар да шықты, небір әншілер шықты. Қайрат ағаның бала кезінен бар мінезін. Сондай аңғал, сондай бір ақ көңіл елпілдеп, біттей баламен әңгімелесіп кетеді. Үлкен кісімен үлкенше әңгімелесетін сондай тұлға болды. Кезекпен қой бағамыз, осы ауылдан өргізіп шығып, мына жерде қой бағатымыз.
енді ана қайратта мен де қайраттардың тұсында біздің ауылда өзі 4-ші класстан кейін сыртқа барып оқыды. Ол уақытта бөлімші болғаннан кейін 4 класстан кейін мектеп болған жоқ бұл жерде. Жаздай жайлауда боламыз. Бір жағымызда жаңағы сөйлеп тұрған жарлы әкесі қой бағады. Арамыз 2 шақырымнан бір жағымызда жаңағы Аманжолдың әкесі Дүйсек Сақал отырады. Сол 3 отар қойменен 3 отбасы сол жерде жайлауда тұрады, жаздай. Қайрат сол жаңағы интернаттан консерваторияға кетті. Сонан Мұхтар Әуезов атындағы театрда қалды. 1-2 жыл істеп, онан 79 жылы Қарағандыға театрға келді. Онан кейін Қайрат енді ауылға келіп жұмыс істеген жоқ. Онан кейін өмірінің барлығы жаңағы театрдың табалдырығын бір аттағаннан кейін өмірінің соңына дейін сол театр өмірімен бірге болды. Қайрекеңнің соңынан ерген шәкірттер, біздің жалпы бәріміз ұстазымыз Қайраттың ағасы Мыңбай деген кісі болды. Сырбаз әнші болатын, үлкен өнерпаз, ауылдың лидер әншісі болатын. Біз сол кісілердің шәкірттері болып өстік, сол кісілердің бауырында сол кісілердің ән үйрендік. Мынау жақсы келіннің бірден бір әнші болып шығуына үлкен ықпал жасаған осы Мыңбай ағамыз. Әдебиетке көп жақын болдық. Көбісі жақын, жастардың, біздің өзіміз жастар дейміз, сол кезде жас болдық. Біздің поколениеден бастап. Соған қазір қарап ойланып отырсаң, соның бәріне баулыған Қайрат ағамыз екен. Алматыда оқиды. Мұқағалиды алғаш көп таныстырған сол кісі. Қадыр Мырзалиев так береді кітаптарын. Сағи Жиенбаев әлі есімде, Әбу Сәрсенбаев, Қайрат Жұмағалиев деген ақын болатын. Осыларды әкеп ауылға, төлегендерді әкеп таныстырып. Мектепте оқып жүрген кезінде-ақ поэзияға деген құштарлық, өлеңді мәнерлеп оқу шеберлігі, Қасым, Мұқағали, Қадыр, Төлеген мен Тұманбай, Мұхтардың жалынды жырларын жатқа соғатын зеректігі мен алғырлығының арқасында мектепті бітіретін жылы Алматы консерваториясының профессоры Рабиға Қаныбаеваның назарына ілініп, актерлық факультетке еш қиындықсыз түсіп, Қайрат Астананы ондағы дарындарда, өнер мен мәдениеттің марғасқаларын танып білді. Консерваторияны аяқтап, диплом алған соң Қайрат Кемалов сахнадағы сара жолын қазақ театр өнерінің қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық театрда бастап, айтулы тұлғалармен қатарласа жүріп бірден өнер төрінен орын алған бірегей болатын. Қайрат Сәкен театрына келгенде хандар мен би батырларды, салдар мен серлерді кейіптеуге түр тұлғасы да, дауысы да, дарыны да жетіп тұрған жампозет. Қайрат бұл актерлық өнерді сонау арқаның серілік өнерімен толтырған, толықтырған, сахнаға шыққанда көрерменнің көзінде, көңілінде толтырып, өзіндік сахнада энергетикасы, қуаты мол, керемет актер еді. Қайрат жасаған кейіпкерлерді көріп отырып, шында да сахна мектебі, сахна шеберлігі нағыз қазақи болмыспен, қазақи сипатпен толып тұратын көріп мәз болатынбыз. Шын мәнінде адам баласы спектакльді сахна шымылдығы ашылған бетте ең алдымен осы актерін күтіп отырады. Ал енді сахнаға шыққан актер өзімен бірге әдемі келіскен келбеті, қоңыр дауысы және шынайы бейне жасай алатын шеберлігі арқылы осындай биікке көтерілсе керекті. Өзіндік орнын жасап, ендігі келесі толқынға, келесі буынға әдемі биіктіктің межесін қойып кететін қасиетімен өмірден өтті. Адамдығы, жалпы адамгершілігі, жалпы өзіндік түйсігі мен өзіндік ойы бар, айтары бар, жақсы білетін, аспайтын, саспайтын, сөйте тұра әдемі бір өзіне тән ғана мінезін, өзіне тән ғана
білгірлігін көп сөйлемей ақ көрсететін қасиетті қазақтың үлкен азамат ретінде танушы едік. Мінекей бұл да енді тарихтың қойнауына сіңіп бара жатыр. Қайрат Кемаловтардың еңбегі, жұмысы, сахнада жасаған рөлдері бұл қашанда әліппе, бұл қашанда меже, бұл қашанда зерттеп тауыса алмайтын қазақ сахнасының жауһарлары, құндылықтары деп есептеймін. Сахнадан тіл қатса да, әңгіме шертсе де, ән айтса да қуатты қоңыр үн, мақпал дауыс тыңдаушы құлағында қалатын. Ол киелі сахнаны салтанатқа толтырып, көркіне көрік қосып, бірде ақбоз атты төлеген, енді бірде сәнімен серлігі жарасқан ақан сері, енді бірде ақылман абай болып, мың сан көрерменімен қауышқан сайын, өзі де өнердің дарабозына айналды. Қазірде осы театрға келген кезде бір құлағымда Қайраттың үні, Қайраттың бір әрбір сөзі, сахнадағы бейнесі елестейді. Бір актердің ішіндегі ерекшесі, тек қана біздің Қарағандыда емес, жалпы осы республика бойынша біздің Қайраттың өзінің бір орны бөлек болып еді. Қазір енді осының барлығын айтқанда, Қайратты айтқанда сағынышпен айтамыз. Өзім Төлеген Айбергеновтың бір өлеңін, сағыныш деген өлеңін Қайрат қанша тыңдадым, сонда да Қайратты сол сағынышын тыңдай бергім келеді, кімде болса. Енді бүгін өзі сол Қайратымыз сағынышқа айналып отыр. Біздің Қайрат тек қана осы театр сахнасында емес, Қайрат Алматыда да театрда еңбек етті. Одан кейін мынау Астанада осы театр ашылған кезде, жаңадан театр ашылды ғой, сол кезде Қайратпен бір топ біздің қыздар жігіттер Жақып Омаровтың шақыруымен кеткен болатын. Мықты режиссерге барады ғой, актер деген. Міне сол шақырғаннан кейін біздің біраз азаматтар сонда кеткен болатын. Сонда да сол Астананың театрының өркендеуіне, өсуіне, қалыптасуына біздің Қайраттың да рөлі, орны бөлек болды. Кейінгі жылдары Қайрат киноға, фильмдегі рөлдерге шақырылатын болды. Әрине соның ішінде, тіпті ең бірінші деп айтуға болады, Керейханды ойнаған бір ерекше бір оның өміріндегі өзінің творчестволық биографиясындағы бүкіл халықтың есінде көргенде сол Керейханға сенетінді. Қайратқа сенетінді, Қайрат ойнаған Керейханға сенетінді. Негізінде Қайрат сол фильм арқылы ол біздің тарихты тірілтті, тұлғаны тірілтті, қазақ хандығының заманын тірілтті. Аққозы үйде сонда бір басты рөлді орындады. Өте қиын рөл, ашаршылық кезі. Соны ойнап шығу деген, мен енді сол киноны көрген кезде көзіме ерекшеден, тек қана мен емес, басқа көрермендердің көзіне жас келетінді. Соны қалай жүрекпен, ол негізі философиялық, психологиялық тұрғыда өте қиын рөл болғанды. Бірақ соны біздің Қайрат ерекше шеберлікпен орындап шықты ғой. Саналы ғұмырында ұлтының жоғын жоқтап өткен этнограф жазушы, ұлтымыздың күмбірлеген күйімен әуелеген әнін зерттеуге арнаған Ақселеу Сейдімбектей қазақтың талантты бір туар перзентіне аталас немере іні болып келетін Қайраттың таланты мен талабы таудай болатын. Ол сахнада ойнаудың теориясын Асқар Тоқпанов, Ыдырыс Ноғайбаев, Рәбиға Қаныбаева сынды театр өнерінің мэтрларынан оқыса, киелі сахна құдіретін танып білу дарыны өзінің өн бойынан табылатын. Сондықтан да ол сомдаған басты бейнелердің ешқайсысы бір-біріне ұқсамайтын. Қатып қалған қалыптағы емес, жүректен шыққан кейіпкерлері болып шығатын. Сахнада кейіпкердің тағдырымен өмір сүріп, өмірде адалдық мен адамдықтың биігінен еш аласармайтын. Өзі өтсе де бұл өмірде керемет
оның іздері қалды. Өшпейтіндей істері қалды. Халқына, еліне жасаған жақсылықтары қалды. Қайрекең ол Алматыда жүргенде бақытты адам, Мұқали Мақатаевтармен араласқан тұлға. Бұл да бір Алланың берген бір керемет кезеңдер шығар деп ойлаймыз. Өлеңді әртүрлі оқуға болады. Бірақ Қайрекең сияқты өлеңдерді оқып, авторлар тіріліп келіп, өздері оқып отырғандай күйге адам жеткізеді ғой. Жалпы Кемаловтар әулетінде осындай өнерге деген керемет осындай құштарлықтың арқасы шығар. Соның бәрі қанмен берген. Қайрекең театрда ақан серілерді сомдаған тұлға. Сәкен Сейфуллиндарды сомдаған тұлға. Ең бір керемет кезеңдері мүмкін осы Керей ханды сомдаған кезеңдер шығар. Бүкіл қазақтың ортасына, қазақтың сана сезіміне тікелей әсер еткен, қоғамдық сана сезімге керемет әсер еткен осындай нелер болды. Керемет жанұя бүкіл әулетімен, бұл жаңарқада әкесінің де, шешесінің де басына барып Құран оқытқанбыз. Жақсы келдімен бірге барып. Әке шешесіне де рахмет. Осындай балаларды дүниеге әкелді. Ол балалары өсті, өнді. Мүмкін анасы құлағына ешкімге жеткізбей сорлаған шығар. Балам адам болса екен, аман болса екен деп. Баласы адам болды, баласы аман болды. Елдің игілігі үшін бір жанұяның айналасында емес, халқының болашақ үшін керемет қызмет жасап кетті. Сол үшін де Қайрекеңге біз рахмет етеміз. Қайрат Кемаловтың жары Бижамал Кемалова өмірдегі ғана емес, өнердегі де серігі болды. Сәкен театрының сахнасында Бижамал сомдаған қыз-келіншектер, апа-әжелер образының өзіндік галереясы қалыптасты. Ұлдары Саят пен қыздары Әнел де өмірден өз орындарын тауып, отбасын құрған. Ата-анаға немере сүйгізіп, шаттыққа бөлеген ұрпақ. Сахна сардары біздің Қайрат Абай, Ателла, Брут, Артықбай, Бақтығұл, Ахан Сері, Бәйдібек би, Никита сынды отандық және әлемдік драматургиядағы белді кейіпкерлерді сомдап, таңғажайып шеберліктің өзіндік үлгісін көрсете білді. Енді бірге оқыдық. Ол кісі біздің курстағы бір ақанымыз еді, сәкеніміз еді. Сондай бір серетті. Енді ол кісінің ән айту тіпті бөлек нәрсе болатын. Сәкеннің тау ішінде деген әнін айтатын. Тағы шіркін-ай, қалай әдемі айтып жүрді. Ол кісінің көп өнерін, көп спектакльдерін көрдім. Құдайым-ау, осы сахнада қақен өмір сүрді-ау, қаншама образ бейнеледі, зардап шекті. Өнердегі зардабы да қаншама бейнет көрді, финалда деген сияқты. Енді біз осы қазақ хандығында бірге түстік. Енді мен айтамды, өнерде жүргеннің әрқайсының бір күйзеліс кезеңі болады ғой. Ол да заманында бәріміз де күйзеліске түстік, қиналдық. Бірақ сол кезде көп жиі звондайтын маған. Сол кейде звондамай кетсе айтамын ғой, ей, неғып звондамадың десем, ей, Алдеке, мен саған звондасам, мен жылаймын дейді. Неге десем, сонда енді күйзелісте жүрген уақыт шығар. Әрине өкініш көп, айта берсең, дегенмен де жадымызда қалды. Өнерде де, кинода да, театрда да өзінің ізін қалдырды. Ал енді Сәкен Сейфуллин атындағы драма театрының үлкен корифериден басқа өзінің сол театрдан үлкен бір орын белсенді де ойып алған азаматтың бірі. Сондықтан да сағыныш бар, өкініш бар. Жасай береді, өнері қалды, ізі қалды деп айтамын да. Сондықтан амалғанша. Сахнада Шекспирдің Макбетін, Мұхтар Әуезовтің Дос бедел досындағы дуанбасын ойнауда армандай жүріп, кейбір көріністеріндегі сөздерін жатқа айтып отыратын еді дейді әріптестері. 45 жылдық шығармашылық жолында 100-ден аса кейіпкерді сомдап, әртүрлі жанрдағы әлемдік, ұлттық драматургияның драмалық, трагедиялық,
комедиялық образдарын өз дәрежесіне жеткізе білген білімді де, дарынды актер қатарынан көрінген Қайрат туралы сыншы Әшірбек Сығай, Шерхан Мұртазаның Домалағана драмасындағы Бәйдібек биді ойнағанын көріп, театрға үлкен баға бергені есте. Біздің 20-30 жылдай ол кісімен ара қатынасымыз өте жақсы болды. Әні мен аға ретінде біз театрға келген сайын немесе бір өнер туралы солардың барлығында имен жарқын әңгімелесіп, осындай бір жақсы қарым қатынаста болдық. Ол кісі осы әулетте, осы елде үлкен беделі бар азамат болды. Мен 80-ші жылдар, 70-ші жылдардың аяғында жап-жас ол кісі сол ауылда аралап, елді аралап, осы репертуармен елді аралап жүргеннен бастап, Кеңес ағам екеуінің өте есімде қалған. Ол кісінің мына студенттермен кездескенде, немесе осындай бір жеке кездескендерімізде, мына жыр оқу, соның өте маған қатты ұнайтын. Мен таңданатынмын. Мына Төлеген Айбергенов болсын, Шаханов болсын, Қасым Аманжол, Мұқағали, солардың өлеңдерін жатқа оқығанда, және оның ішінде жатқа оқыған емес, соны беріліп, оны халыққа жеткізудегі, немесе соны жаңағы өлеңнің өзін құлпыртып жіберуші еді. Қайрекеңнің жатқан жері жайлы болсын. Оның артында өздері үлкен бір өнерлі, киелі атаның балалары ғой. Сондықтан да сол кісінің есімі әрқашанда біздің халықтың жадында қалады. Қайрат аға кем қалып, жүрегімізде үлкен бір жақсы бейнесімен қалады ғой деп ойлаймын. Әсілінде Қайрат Кемалов Сәкен театрының ғана емес, ұлттық сахна өнерінің мақтанышы еді. Ол 1990 жылдардың басында Астанадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрының іргетасын қаласқан. Алғашқы актерлердің бірі ретінде осы сахнада да тарихи рөлдерін қалдырған өнер иесі. Қайрат Кемалов ешқашан басты рөл, эпизодтық рөл деп бөле жара қарамайтын. Кішкентай рөлдің өзін жарқырата сомдап, көрерменнің ыстық ықыласына бөленген жан. Өткен күндердің елесі, сахнада әріптес болған салтанатты сәттердің сағынышы жұдырықтай жүректерін сыздатып жүрген Қайраттың замандастары қаншама. Қайрат туралы айту, өткен шақпен айту мен үшін өте ауыр. 1972 жылы қаламыздағы Нұрмақова атындағы екінші мектеп интернатта 9-шы классқа оқуға келдім. Мәпіш Шарипова деген апайымыз болды. Бір күн спектакльден кейін мені көріп қалып, кеңес айналайын. Біздің интернатта бір керемет талантты бала бар. Өз қазақ әдебиетінен береді ғой. Ал енді өлеңді керемет оқиды. Сол бала болашақта осы театрдың керемет артист болатын түрі бар. Соған жол көрсетіп, келіп байқаш деп. Бір күні бардым, барсам, енді өлең айтып отыр екен. Бір уақытта ұшып тұра келіп, Мұхтар Шахановтың поэмасын оққан кезде шалқамнан түстім ғой. Және басынан бастап мен үздіргем жоқ, аяғына дейін шықты ғой. Мен үшін сол бала кезінен ептеп оқуға түсуіне көмек бергенімді өзім бақыт санаймын. Қателеспеген екем деп. Ал бірге ойнаған кезде Қайрат сахнаға шыққанда король ғой. Сахнаның королі. Ол қасындағы өзінің әріптестеріне көпшілік сахнасында халтурт ету дегенді ұнатпайды ғой. Ала көзімен атып жібереді. Не істеп тұрсың дегендей. Бәрі түсінікті. Ал Қайраттың сахнасында актерлардың қай-қайсысы болсын жинақты болады. Бұл не деген сөз? Актер тек қана өзіне емес, сахнаны сыйлауға, сахнаның құдіретін сыйлауға ерекше көңіл бөлетін азамат. Көптеген рөлді де бірге болдық қой. Қараш уақиғасында қандай Бақтығұлды қандай ойнады. Мен Тоқбаевты ойнаған кезде, екеуміз кездескен кезде, мен жерді орыстарға сатып беріп тұрған кезде ала көзіменен бір қарағаны көз қандай еді. Не істеп тұрсың дегендей.
халқын сатып, жерін сатып дегендей. Сондай керемет еді. Ал енді мынау кеш спектаклінде екеуміз бірге ойнадық. Ғажап қой. Қайрат өте көп оқиды. Өте көп оқиды. Және де жадының мықтылығы сондай, поэмаларды 3 рет оққаннан кейін басынан аяғына дейін жаттап алады ғой. Міне 1 жыл болды. Өзегім өртеніп, сағынышпенен өтті. Енді Алланың істіне амал бар ма? Сағынам. Өте қатты сағынам. Әсіресе Кремль қасынан өтіп бара жатқан кезде Қайраттың жоқ екені бірден білінеді. Қайрат болса аңылдатып домбырасын аңылдап өлең айтып отырады. Бұдан 10 жыл бұрын Рамазан досым кеткенде осындай болып еді. Енді екеуі қосылып өзегімді өртейді. Бұл сағыныш еш уақытта өшпейтін, бұл бауырға деген, талантқа деген, Қайратпенен осы өзімнің жан досым Рамазанға деген өшпейтін сағыныш. Біздің Қайрат кемеліне келіп, әбден толысқан шағында кино экрандағы жұлдызды сәті туды. Киноға кеш келсе де, еңбегі еш кеткен жоқ. Кино экрандағы алғашқы рөлінің өзі қазақ хандығының негізін салған Керейдей кемеңгер тұлғаны сомдау болды. Нәтижесінде қарағандылық актер Қайрат Кемаловтың, режиссер Рүстем Әбдірәшевтің қазақ хандығы Алмас қылыш кино эпопеясындағы Керей хан образы, Смағұл Елубайдың Ақбоз үйіндегі Пахраддин би бейнелері халықаралық конкурстарда үздік ер адам рөлі тәрізді бас жүлделерді жеңіп алды. Ал 2017 жылы Қайрат Кемалов кинематография саласындағы Тұлпар 2017 ұлттық сыйлығымен марапатталды. Театр ұжымы біздің Керей хан деп мақтан тұтатын 21 ғасырдың ханы атанған абыз актер еді ол. Ол қаншалықты талант иесі болса, соншалықты қарапайым бола білетін. Үлкенге құрметпен қарап, жастарға ағалық ақылын айтатын көкірегі бояу, кеудесі толған шежіре. Қайрат аға театр өнерінде қайталанбас өзінің үлкен күрделі рөлдеріменен, кейіпкерлерді сомдауыменен театр өнерінің тарихында есімі алтын әріппен жазылған тұлғалардың бірі деп айтқан болар едім. Қайрат ағамыздың бойында оқысының кісілік келбеті, оқысының бала көңілділігі бәрімізді тәнті ететін еді. Қайрат ағаның бойындағы тазалықты, кісіге деген құрметті, аңқылдаған Сарыарқаның Сақи даласындай бір кеңдікті сезінетін едік. Қазақ хандығында Қайрат ағамыз 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар болып, көптеген үміткерлердің арасынан оза шығып, Керей ханды ел сүйсінетіндей, әрбір көрерменнің жүрегіне жететіндей үлкен биік деңгейде сомдағандығы бұл кісінің кәсіби шеберлігін, театр өнеріндегі, кино өнеріндегі үлкен таутылға екендігін көрсетеді. Адам өмірінде жақсы адамдарды іздейді, жақсы адамдарды сағынады. Сондай сағынышы басылмайтын ардақты да асыл ағаларымның бірі осы Қайрат аға. Қайрат ағамыздың пейіште нұр шалқысын, Алла тағала о кісінің артындағы ұрпақтарына, бала шағасына қайырлы, өнегелі ғұмыр берсін дегім келеді. О кісінің баптаған шәкірттеріне ізінен ерген ізбасар қазақ театр өнеріндегі, кино өнеріндегі таланттарға осы Қайрат аға секілді өнерге деген тұлғалық тазалықты тілеген болар едім. Кейіпкерін көзімен көріп, жүрегімен сезетін, ақыл оймен саралап барып, көрерменге жеткізетін ойлы да терең актер Қайрат Кемалов театр репертуарын толтырып тұратын тірек еді. Театрда дарабоз дарынның ізін жалғайтын талантты, білімді, еңбекқор жастар бар. Олар осындай жаны жайсаң, актерліктің шыңына шыққан ұстаз ағаларын әрдайым сағынып отырады. Гастрольдік сапарларға шыққанда пойызда, автобуста кетіп бара жатқанда ұлағатты сөздерін, өнегелі әңгімелерін тыңдауға құштар болушы еді. Қайрат
нағыз қазақтың шежірешіл ақсақалдарындай керемет әңгімешіл ғой. Тарихтан тамыр тартып, ежелгі би шешендердің өмірінен болсын, ұлы актерлар жайлы, әр ауылдағы қожа насыр тектес азаматтар жайлы қызықты әңгімелерді көп білетін. Құрдас замандастарының әсерлі қылықтарын тұздықтап жеткізуге шебереді. Өзі жастарды ерекше еркелетсе, жастар да көргенше, кездескенше асық болатын. Бірінші рет бұлау сахнасына қабан басып, қара шаңыраққа бір үлкен мызғымас уқ боламыз деп келіп отырған жастарға бата білейік. Адалдан бер, ақтан бер, берекетін жатқа бер, ер маңдайын баққа бер, абырой асар жаққа бер. Уағдайын малды қылсын, торайғырдай жанды қылсын, тепеңдесіп келгенде осы жастарда тең жұмысының алды қылсын. Киелі сахнаның кемеңгері, әріптестің алғыр атанған, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қайрат Кемаловтың асыл бейнесі қашанда көрермен көкейінен, қалың ел жадынан өшпейді. Өзі саналы ғұмырын арнаған Сәкен театрының тірегі, ұлттық өнер мен мәдениеттің жүрегі болған Жампоздың мәңгілік өмірі жалғаса береді.